Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көркем мінезді өте көп айтқан. Тіпті мен көркем мінездерді толық қылушы болып келдім деп өзінің тіпті пайғамбарлығын да соған байланыстырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір сөзінде көркем мінез таразыға өте ауырлығын айтқан. Таразыдағы ең ауыр нәрсе ол сіздің көркем мінездігіңіз. Әлбетте көркем мінездің ішінде түрлі сатылар, түрлі сипаттар болса, соның ішінде мен айтпақ бүгінгі тақырыбым ұят жайлы айтқым келеді. Халқымызда сөз бар, ұят беттің пердесі, қымбатты ердің зердесі деген сөз бар. Майлы Қожа ақын айтқан. Яғни адамның бетінің пердесі ұят, бетінің нұры ұят екен. Ұят пенен қысылу екеуі екі түрлі нәрсе. Ар, ұят екеуі бір нәрсе да, ұят дегенде мен мағынада сол ар намыс мағынасында айтып жатырмын. Ал енді ұяттың сол немесе екі түрлі нәрсесі бар. Адам өзінің адалдығының жоғарылығынан өзін төмен ұстауды айтамыз. Мен соны айтқым келіп жатыр. Ар, намыс, арды айтып жатырмын. Ал енді ұят егер қысылу жағынан келетін болсақ, ол өзінің кем жағынан қысылуды айтады. Мысал айтайық енді. Ең қарапайым мысал енді. Сіз бір жаман көйлек киіп алдыңыз. Жаман көйлек киіп келе жатсыз. Жаныңыздағы адам бір қымбат көйлек киді. Ананың жанында отырғанда сіз қысыласыз. Мен көйлегім нашар, кір, үсті жыртық екен. Ал мынау кісінің жаңалдегі көйлегі әдемі, таптаза, үтіктелген деген сияқты мысал. Соның алдында қысылу, мен ол мағынадағы ұятты айтып жатқан жоқпын. Бәлки ұят деген мағына, ол негізгі мақсатым ар, имандылық белгісі болған ұятты айтып жатқаным. Құрметті жақсылар, расында да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иман 60-қа жақын бұтақтан тұрады. Және сол 60-қа жақын бұтақтың біреуі ол ұят деген. Ар ұятты айтады. Ар ұят пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла тағаланың сипаты деп те айтады. Алла тағала соншалықты ар ұятшаң адамның Алланың алдында қолын бекер көтерсе, сол бекер жіберуден, бос жіберуден ұялады дейді. Яғни сіз Алла тағаладан қолыңыз жайып, я Раббым Алла деп сұрасаңыз, қолыңыз ешқашан қайтпайды. Әшейіннен әшейін бос қайтпайды. Біздің халқымызда да бар ғой, үйіңізге бір қонақ келсе, қуыс үйден құр шықпа деп міндетті түрде, егер текті азаматтар болса, көргенді жердің азаматы болса, үйіне келген адамға бір нәрсе ұстатып жібереді. Жаңадан келген кішкентай сәби болса да, соған бір нәрсе ұстатып жібереді. Бұл біздің дәстүріміз еді. Бұл дәстүр бекер емес. Сіз де осында келген Алланың қонағысыз. Алла тағала сізді осында келуіңізді бір қалады. Ендеше біліңіз, сіз де қуыс үйден құр шықпа дегенде бекер қайтпайсыз бұл үйден. Алла тағаланың үйі бұл мешіт. Алланың бұл Қағбатулла мешітінен сіз де бекер қайтпайсыз. Алла тағала тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сөзімен айтады, Алла тағала ислам жолында ағарған шаш пен сақалды дозаққа салудан ұялады дейді. Яғни бір адам жастық шағынан, яғни шашы сақалы қара кезінен бастап намаз оқыса, ораза тұтып қартайса, сол шаш сақалы менен, сол шашы ағарса, яғни жақсы жолда жүріп шашы ағарса, Алла тағала ол кісіні дозаққа салудан ұялады дейді. Тіпті сондай сөз бар. Бір адам осы дүниеде қиыншылық көрсе, Хасан аль-Басридан келген сөз бар. Бұл хадисті тағы да Ибн Маджада да риуаят еткен осындай мағынадағы хадис. Адам қысылып, қиналып дүниеден өтетін болса, Алла тағала оның жанын дәл солай қысылып, қинап алудан ұялады. Бұл адам өмірде әртүрлі пейнет көреді. Құдай сақтасын, біреу өзінің жан бауыр баласынан айырылады.
Бізде халықта сөз бар ғой, аталатсаң аталат, боталатпа дейді. Аталап жыласаңыз ол өмір кезегімен ғой, ол жақсы нәрсе. Енді боталап жылау деген өте ауыр нәрсе ғой. Бірақ Алла тағала кімге қандай қиындық берсе, мысалы біреудің баласын алды, біреудің інісін алды, өзінен кішкентай жолы, кішкентай, немесе бір айықпас дерт берді, ауыр қиыншылықтар берді, басына не деген бір пейнеттер берді. Сол пейнеттердің бәріне сабыр қылса, Алла тағала ол кісінің жанын қинап алудан ұялады дейді. Ал бір ғалым сол сөзді жалғастырып айтады. Кім-де-кім бұл дүниеде қиыншылық көрсе, қияметте Алла тағала оны қинамайды дейді. Қияметте оны қинамайды дейді. Бұның барлығы Алланың ұятшаңдығы. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам да соншалықты ұятшаң болған, бір адам оған ыңғайсыздық жасайтын болса, пайғамбарымыздың түрінен көреді екенсіз ғой оны. Соншалықты ол кісінің ұятшаңдығы барлық нәрседе ол кісінің түрі айтып қоя береді екен. Қандай бір нәрсені ұнатпағандығы, бір нәрсені сондай. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сонша ұятшаң болған, ол кісімен бір адам амандасса, сол амандасқан адам қолын алғанша бұл кісі бірінші алмайды екен. Қолынан бір адам, ол құл ма, ол кішкентай бала ма, жаңағы түрі қымбат киім киген ба, бай ма, кедей ма, түріне, ұлтына, басқасына қарамайды екен. Қолынан бір адам ұстап жетектесе, сол кісінің жетегінде кете беретіндей соншалықты ұятшаң болды. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үлкен бір соғыста жеңіске жетеді. Әлгі оларменен пайғамбармен қарсы соғысқан адамдар бүкіл малын, дүниесін бірге алып келген екен, ана қаспас үшін. Анау жауынгер адам мал дүниесі алдында тұрғасын, бала шағасы алдында тұрғасын, қашпай соғысады ғой деп, әдейі бала шағасын, мал дүниесін алдына салып алып келген екен. Бірақ ана соғыстың ауырлығынан жауынгерлердің барлығын бала шағасында малында тастап қашқан екен. Енді жан ашшы ғой бәрібір, жан тәтті одан. Содан жанның тәттілігінен ана мал дүниесінде тастап қашқаннан ана соғыста өте көп мал дүние қалған ғой. Сонда халыққа соғысқа келген, жеңіске келген, қатысқан адамдарға мал дүние үлестіріп жатса, бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның арқасынан кетіп бара жатқанда тонынан тартады дейді. Тартып тұрып, ей Мұхаммед, жұртқа беріп атқан малдан маған бер, ана менің үлкен ұлым, одан кейінгі ұлым да келген, соларға да бер. Өйткені сен бұл малды әке шешеңнен алып қалған жоқсың деп, сөйтіп тұрып сөйлеп тартып атыр дейді иығынан. Ойласаңшы. Сонда дейді әлгі тартқанда тонның жағасы пайғамбарымыздың мойнын қиып жіберетіндей қызартып жіберді дейді. Сонда жанында тұрған бір сахаба шарт еткізіп қылышын шығарған ғой. Бұл не әдепсіздік дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тоқта деп жымиып күліп, ей пәленше деп ана есеп қисап қылып атқан жаңа бухгалтер жігіттерге, мына кісіге де өзінің үлесін беріңіздер деп үндемей бұрылып кете берді. Қаншалықты ол кісінің мінезінің көркемдігі. Біз ғой егер бір кішкентай бір жерге бір қызметке отырып қалсақ, жаңа қолтығымызға бір папка түсіп қалса, бір арқамызға бір үстел дұрыстау кресло егеленіп қалсақ, түріміз өзгеріп кетеді ғой. Өзі жұртпен мәмілеміз өзгереді. Біздің қолымызды алу қиын болып қалады, бір адам сізге жете алмай қалады. Өзінің ішіндегісін айтайын десе, жаңа маңдайымыз тырысып, тез-тез айт, мен уақытым жоқ. Жаңағыдай ананың сөзін қалай болса солай қайтара салу деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні намаз оқып жатыр екен. Намаз оқып жатса, аяғы намазда тұрғаннан көптігінен іседі екен. Біз шаршасақ ұйқымыз келіп ұйықтай саламыз ғой. Бүгін Харам мешітіне бармай-ақ қойықшы. Шаршап қалдым, автобусқа жарамай тұрмын деп, Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ондай автобус емес. Кәдімгі мешітке барып намаз оқығаннан аяқтары ісіп кетеді екен. Сонда аяғы ісіп кетсе, қыз бейшара мейірімді ғой. Фатима қызы келіп, аяғын әкесінің уқалап, әкетаяу, әкетай, намаз оқысаң оқысай, бірақ демалып оқымайсың ба деп айтып жатыр дейді. Сөйтсе үндемейді дейді. Сосын пайғамбарға түскен аятты айтады дейді. Инна фатахна лака фатхам мубина деген аят түскен ғой. Ей Мұхаммед, біз саған анық, ашық, мықты жеңіс сыйлап жатырмыз. Саған
сондай бір кешірім сыйлаймыз, сенің қазіргі жасап атқан, қазірге дейін де, бұдан кейін де жасаған барлық амалыңды кешірдік деп Құранда аят түседі. Бұрынғы амалыңды да, бұдан кейінгі амалыңды да бәрін кешірдім деп түседі ғой дейді. Сол аятты қызы оқып, әкетай, Алла тағала сенің барлық күнәңді кешіріп тастады ғой, неге намаз оқисың дегенде, мен сонда Құдайға шүкір айтушы құл бола алмаймын ба деген екен. Ол кісінің күнәсінің бәрін кешіріп тастаған Алла тағала. Бірақ сонда мен ұятшаңдығын қарасаңшы, Алла тағала оған жақсылық жасаса, ол кісі одан да төмен болатын. Меккені жеңіске жетеді. Меккені кезінде кәпірлер басып алған кезінде фатық қылып, соны әскермен кіріп келеді. Меккеде қан төгіссіз алғысы келіп, қоршап алып, ішіндегі адамдарға кім пәленшенің үйіне кіреді, кім өзінің үйінде отырады, кім мешітте отырады, соған қылыш болмайды. Оған мен дұшпандық жасамаймын. Мен Меккеге тыныштықпен кірдім деп, Меккені қан төгіссіз басып алған екен. Сонда сол қолындағы 3000 әскерменен Меккеге кіріп келе жатқанда, Меккедегі бірде-бір адам ол кісіге сен деп сөйлей алмайтындай барлық дұшпаны басын иіп тұрған кезінде, сізбенен біз қалай кіреміз ондай қалаға? Айтыңызшы, қолыңызда 3000 әскер, кімсін пәленше түкірсе жерге түкірігі түспейтін, дұшпанның бәрі табанның астында езіліп жатқанда, кәдімгі сондай бір үлкен түйеге мінгізіп, сол түйеменен қалаға кіріп келеді. Сонда сізбенен біз, Құдай сақтасын, пенделік қой, ана жерде көкірегімізді қайтып кіретін шығармыз, бүйтіп мені көрдің ба, қайсың маған қарайсың тіке, кәні маған қарағандар бар ма деп бүйтіп кіретін шығармыз. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басын игені сонша, ана өркешке сәжде қылатындай басы бүйтіп келді дейді ғой. Ол кісінің мінезінің жұмсақтығы, ұятшаңдығы сонша, пайғамбарымыздан кім не сұраса қолында ұстай алмайды екен, беріп жібереді. Сонда бір кісі тұрып айтады, уа Расулалла, ана кісіде дүние бар ғой, сізден бұл бұлай сұрай салды, неге бересіз десе, қолымды қайтарудан, ана кісінің созып тұрған қолын қайтарудан ұялдым дейді. Пайғамбарымыз соншалықты ұятшаң кісі, бір жерге барғанда адамдармен, жұрттың бәрі жұмыс істеп жатады ғой, мен ана отын жарам, мен тамақ істейін деп бөліп атқан кезде ең ауыр жұмысты пайғамбарымыз таңдап алады екен. Болмаса пайғамбар ғой, ел басы, әскер басы, өте үлкен ұстаз, соның өзі ана кісілерден таласып жұмыс жасайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мінезі бұл осы ислам мінезі еді. Ұятшаңдық, арлық. Ол кісі арлы болғаны сонша, өзінің нәпсісі үшін ешқашан ашуланбаған дейді. Өзінің нәпсісі үшін ешқашан ашуланбаған, бәлки дін үшін ашуланатын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сізбен бізге көркем мінездер үйретіп кетті, тастап кетті. Сол мінездің біреуі, біз осы жерде отырып ақыреттік дорбамызға арқалап кетуіміз керек болған мінездің біреуі бұл ұятшаңдық. Үлкенге жол беру, жасы үлкен тұрғанда оның жолын кеспеу. Көптеген біздің халықта тұрған көркем әсем мінездер бар. Сол мінездің барлығы біздің халқымыздың ұяңдығы, біздің халқымыздың осындай кішіпейілдігін білдіретін, мұсылмандығымызды білдіретін мінездер. Сол мінездің ең шыңы ұятшаңдық. Алла тағала ұятшаң болған, өзінің мінезі сондай Алланың дейді. Сипаты сондай Алланың дейді. Астағфирулла. Алла тағаланың сипаты ұятшаңдық. Ендеше сондай мінезге де сіздің еге болуыңыз Алла тағаланың кешіріміне лайықты болуыңызға жетеді. Пайғамбарымыз ұятшаң болған. Ендеше пайғамбарымыздың етегін ұстаймын десеңіз, сол кісінің үмбетімін десеңіз, сол кісінің мінезін ұстаныңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінен бөлек ұятшаң болған адамдарды да соншалықты жоғары сыйлаған. Бір күні Омар халифа айтып береді, пайғамбарымыздың алдында отырғанбыз, пайғамбарымыз біздің алдында еркін еді дейді. Сол еркіндігінен күн ыстық, көйлегінің алдын кішкентай ағытып,
жеңдерін былай ашып, етектерін ана ұзын көйлек, осындай ұзын көйлекке деген етектерін кішкентай кеңінен салып, бүйтіп аяғын ашып отырған екен. Қызметші айтты дейді, Оспан халифа келе жатыр деп. Халифа емес ол кезде, Оспан пайғамбарымыздың сахабасы ғой. Оспан келе жатыр деп айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сәл бір уақыт тұра тұрсыншы деп, қайтадан жиналып, шөкелеп отырып, киімдерін реттеп, үстінің бәрін тазалап, енді кірсін деп қабылдаған екен. Ол кісі кірген кезінде де өте сыпайылықпен амандасып, сол кісі кеткенше тіке отырып, ол кісіге сондай бір жұмсақ мәмілелік жасап, Оспан сахаба кеткеннен кейін, сосын барып еркін отырыпты. Сөйтсе, Омар сұрайды дейді, уа Расулалла, сізден бір өзгешелік байқадым. Иә деп айтты дейді. Осман кіріп келе жатқан кезде кірмей тұра тұр деп өзіңізді түзетіп алдыңыз, реттеп алдыңыз. Енді о кісі келгенде енді бір сондай бір жұмсақ отырдыңыз. Кеткенше, сол кісі кеткесін барып, бұлай еркін отырдыңыз. Бұнда не бар десе, бұл сахабадан періштелер ұялады деп. Мен неге ұялмаймын деген екен. Сонда әлгі сахаба соншалықты ұятшаң болған, ол кісіден періштелер ұялады екен. Ойласаңыз, пайғамбарымыздың мектебін көрген адамдар ғой. Періштелер ұялған. Сонда мен неге ұялмаймын деп, сонда ол кісінің алдында пайғамбарымыз да сондай бір жұмсақ, әлгі кісіге сондай алдына бүйтіп төселетіндей жұмсақ кісі болған екен. Сөйте тұра пайғамбарымыз 2 қызын берген ғой сол кісіге. Бір қызын береді, ол қызы дүние салып кетеді, содан кейін 2-ші қызын береді. Ол қызы да қайтыс болады. Сонда пайғамбарымыз басын шайқап айтады, ей Осман дейді, менің тағы да қызым болғанда, бойдақ қызым болғанда саған беретін едім депті. Сондай жақсы көрген сахабасының бірі болған. Құрметті жақсылар, Алла тағала сіздерді шақырып осындай көркем жерге, киелі жерге алып келуді сіздерге нәсіп етті. Ендеше көркем мінезді, көркем сөзді болуға сіз бен біз міндеттіміз бе деп ойлаймын. Өйткені ертең елге барғанда жұрттар сізге зияратқа келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда сөз бар. Алла тағала қажының күнәсін кешіреді дейді. Және де қажының истиғфар айтқан адамының да күнәсін кешіреді дейді. Яғни бір қажы адам, ей Аллахым пәленшенің де күнәсін кешір десе, Алла ананың күнәсін, ана қажы кісінің күнәсін кешірген үшін, сол кісі кешірім сұраған адамның да күнәсін кешіреді дейді. Алла тағаланың ұятшылдығын қараңыз, е. Анандай ғой, сіздің үйіңізге бір қонақ келсе, екінші адамды сіз танымайсыз, ол қонақтың жанына еріп келген адам. Ол сіз қонаққа ғана бір дастархан жаймайсыз ғой, дұрыс па? Жандағы адам танымасаңыз да ол кісінде сыйлап, егер ана қонағыңызға бір кәде ұсынсаңыз, киім берсеңіз, ана кісіге де бір нәрсе бересіз. Бұл біз бір пендеміз ғой, Алла тағала бізден де жоғары. Сондықтан қажылыққа бару бүкіл күнәнің кешірімі. 2 умраның арасында күнә қалмайды. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сапарға шығудан бұрын ағайын туыстарға айтады, аралап шығады екен да. Ал сапардан келсе, ағайын туыстары оны келіп зиярат қылады екен. Осындай әдет болған. Себебі қажылық негізі тағы сол себептердің біреуі, қажыдан келген адамға үйіне барып дұға сұрау, бізге күнәміздің кешірімін сұрап беріңіз деу жақсы нәрсе екен. Ал одан да жақсы нәрсе, әлбетте осында жүрген қажыларға бізге күнәміздің кешірімін сұрап берші деп айтқан жақсырақ болады. Өйткені тағы бір хадисте қажының дұғасы және сұраған кешірімі қабыл болады осы жерден кеткенге дейін деп айтады. Сіз осы жерден кеткенге дейін Алланың қонағысыз. Ал қонақ не сұраса егесі береді. Сіздің сұрағыңыз бекер қайтпайды. Бір ғалым айтқан екен, егер сұрағаның кешігіп жатса қуана бер депті. Сенің сұрағаныңнан да үлкен нәрсе келе жатқан шығар депті.
Сондықтан құрметті жақсылар, көп дұға қылыңыздар, көп зікір етіңіздер. Осы жерде әрбір өткізген минуттарыңыз, секундтарыңыз қымбат екенін ұмытпаңыздар. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.